болса да. Олай болса, бүгін біз тест талдаймыз онлайн түрде, тест центрдің нұсқасы. Бірінші есеп графикпен келген екен, суретте дене жылдамдығының қозғалыс уақытына тәуелділік графигі көрсетілгенде дененің 4 секундта жүрген жолы. 48. Бір қалыпты қозғалыс жылдамдығы 12 болса, оның 4 секундта жүрген жолы әрине 12 көбейтілген 4 тең 48 метрді құрайды. Ойланбастан белгілемде жылдамдығы тұрақты кезде біз S тең V көбейтілген T формасына салыстырамыз жай ғана. Келесі сұрақ. Денелердің инерттілігінің өлшемі бола алатын физикалық шама дейді. Масса. Масса, жиі келетін сұрақтардың бірі, жалпы инерттілік деген сөздің мағынасы ол кедергі жасайтын элемент дене деп айтамыз. Сенің қозғалысыңа кедергі жасайтын өлшемді біз инерттілік деп айтамыз. Әрине ол масса. Дене инерттілігінің өлшемі ол масса. Бірлік көлемдегі заттың массасын көрсететін физикалық шама дейді. Бірлік көлемдегі заттың массасын көрсететін шама. Молодец. Бірлік көлемдегі дененің массасын көрсететін шама ол бізде тығыздық деген сөз екен. Тығыздық. Молодцы. М бөлінген В формасы. Келесі сұрақ не дейді бізде? Екі атомды газды изобаралық қыздырғанда ішкі энергияның өзгерісі 500 джоуль. Газға берілген жылу мөлшерін табыңыз дейді. 500. 500 дейді, бірақ енді бұл қараңыздар, бұл жерде мынандай бір дүние бар енді, мына жерде бір нюанс бар. Қандай нюанс десеңіздер, қараңыздар, мұқият мән беру керек. Екі атомды газды изобаралық қыздырғанда ішкі энергияның өзгерісі 500 джоуль болды дейді. Получается, дельта У тең 500 джоуль болды. Бізден сұрақ нені сұрап тұр? Жылу мөлшерін сұрап тұр. Процесс қандай? Процесс изобаралық, дұрыс па? Енді қараңыздар, изобаралық процесс кезде бізде ішкі жалпы форма дельта У плюс А болатын, еш нәрсе жойылмайтын. Q тең дельта У плюс А болатын. Ал енді бізде мына есеп шығару үшін не керек бізге? Бізге А керек. Ал бізде А-ны табу үшін ішкі энергия арқылы табамыз. Қараңыздар, мынандай жағдай бар. Дельта У тең 2 атомды болса, бізде коэффициент 5/2 болатын, есімізде. 5/2 нью R дельта Т деп алатынбыз. Осы жердегі нью R дельта Т деген сөз бізге нені беруші еді? Бұны бізге А-ны береді бұл. Получается, дельта У тең 5/2 А деген сөз. Көрдік па? То есть, ешқандай коэффициент болмаса, тек қана нью R дельта Т, немесе П көбейтілген дельта В, осылар А-ны береді бізге. Получается, форманы просто 2-ден 5 А деп жазсақ, без проблем бола береді деген сөз. Осы жерде біз А-ны табуымыз қажет. А тең болады сонда 2 көбейтеміз дельта У бөлінген бізде қанша? 5. Получается, бізде 2 көбейтеміз 500 бөлеміз осы 5-ке. Тең бізде 200 шығады, молодец. Болды, мына форманы саламыз. Получается, ішкі энергия бізде 500, қосамыз осыған 200, тең болады бізде ағайын қанша? Молодец, 700 джоуль шығады деген сөз. Мінекей. Көрдік қой, есептің түрін бір қарағанда бір оңай сияқты көрінеді, бірақ сәл нюанстар бар, көрдік қой. Аға, если нақта А болмайтын болса ше, ол қандай процесс еді? А болмаса? Ол изохорал процесс, изохорал. Изохора дегенде сұрақ бар ғой. 500 деп айттыңыз ғой, ол кезде изохорал 500 болатын, дұрыс. Изохорал процесс кезінде деп айтса, онда 500 береміз. Но бұл жерде көрдіңіз, изобаралық процесс деп қойғанда, поэтому мына формаға салуға тура келді. То есть сразу айта салатын есеп емес. Ары қарай кетіп, бұл бізде 4-ші нөмірлі есеп етін, мынандай есеп келсе дәл осы форматты шығарасыздар, окей? 2 атомды және 1 атомдыны сіздер жақсы білесіздер деген ойдамын. Мынау жағдай 2-ден 5 А, 2-ден 3 А деп те шығарылатын жағдайлары бар. Келесі сұрақ бізде ағайын 5-ші сұрақ дейді. 5-ші сұрақ бізге не дейді? Браундық қозғалысты түсіндіруге болады не арқылы дейді? Тек қана молекула кинетикалық теорияның негізінде дейді. Осы дұрыс болатын секілді. Іргелмелі қозғалыс динамикасы жоқ, қат жоқ, бұл механика болып кетеді. Зарядталған дейді, электр болып кетеді. Электромагнит индукция, магнетизм болып кетеді, магнит жоқ. Тек қана молекула кинетикалық теорияның негізінде. Енді браундық қозғалыс ол біздегі жылулық қозғалыс деп айтылады ғой, жылуға байланысты болу керек. Ана қалғандары бізде қозғалыс механика болып кеткен, электр өрісі болып кеткен, магнит өрісі болып кеткен, олардың қатысы жоқ екен. Браундық қозғалыс, диффузия, оның бәрі жалпы молекулалық қозғалыстарды зерттейді. Келесі сұрақ бізде 6-шы сұрақ не дейді? Азоттың бір молекуласының массасы неге
тең дейді бізге. М бөлінген М, N бөлінген NA. Осы ана В болады ау. Бұл жерде біз екі форманы теңестіре салдыңыз, М бөлінген үлкен М тең N бөлінген NA деп. Бөлінген NA. Дәл осы формадан егер де М-ді тап десе, біз не істеуші едік? Санға көбейтеміз М-ді, бөлеміз осыны NA-ға. Тең болады бізде, сан бізде 1-ге тең. Так, үлкен М бізде 28 дәрежесі -3 деп жазайық. NA деген бізде 6 көбейтілген оның 23. 28 6-ға бөлсек бізде 4-65 деген сан шығатындығы айдан анық. -26. Дұрыс, бізде В жауап дұрыс екен. Көрдік қой, то есть ана негізі 602 деп жазған ғой сетін берілгенде. Мен оны 6 деп алсам, ол ешқандай да рөл ойнамайды. Өте аз сан. Және де n-ді 1-ге тең деп алдым, байқағандарыңызда n-ді 1-ге тең деп алдым. Не себепті десеңіздер, ол бір молекуласы деп айтқан, сол үшін n 1-ге тең. N-ді іздеп отпаңдар. Не қойсам екен деп, бұл бізде 6-шы сұрақ екен. Мәссаған. Қорас күн мен түнді ауыстырып алдым. Так, келесі сұрақ бізде ағайын 7-ші сұрақ дейді. Көзді ашып жұмғанша 7-ші сұраққа да келіп қалған екенбіз. 7 минуттың ішінде 7 сұрақ. Бейтарап су тамшысы еді, 2 бөлікке бөлінген еді. Бірінші тамшының заряды +3-ге, екінші тамшының заряды -3. Алдыңғы сабақта бұны өттік біз. Бейтарап деген ол заряды 0 бөлшек. То есть екі зарядты қосқан кезде 0 шығу үшін енді әрине +3-ге біз -3-ті қоссақ қана 0 болады. Дәл солай ойланады екенбіз. Ол бізде -3-ті белгілейміз и дальше 8-ші сұраққа өтіп кете береді екенбіз. Донорлық қоспасы бар жартылай өткізгіштің Ой, аға, мен түсінбей қалдым. Бейтарап су тамшысы дейді, бейтарап су тамшысы. 2 бөлікке бөлінген дейді. Қараңыз, мынандай бір сызбасы сақ болады бұйда. Так. Бейтарап бір су тамшысы бар айтамыз, ана бізде судың тамшысы деп елестетті осыны. Осы су тамшысы 2-ге бөлінді дейді. Осы су тамшысын 2-ге бөліп жерген. Жерге түскен кезде 2-ге бөлініп кеткен де, значит. 2-ге бөлінді. Басында ол бейтарап етін, то есть 0 етін. Ол бөлінгеннен 2-ге бөлінді. Біреуі оның +3 етін дейді. Соның екіншісі қандай дейді. Енді ол басында 0 еді ғой. Мына екеуін қайттан қоссақ, мынау шығады, дұрыс па? Мынау қайттан шығу үшін +3-ге қаншаны қоссаң, бейтарап бөлшек шығады деген әңгімеге келтірді. Әрине ол +3-ге қаншаны қоссақ 0 болады, -3-ті қоссақ 0 болады. +3, -3 тең болады бізде 0. Кеттік ары қарай. Келесі сұрақ бізде қандай еді енді? Келесі бізде 8-ші сұрақ. Донорлық қоспасы бар жартылай өткізгіштің электр өткізгіштігінің түрі дейді. Теориялық сұрақ. Жалпы донорлық қоспасы бар деген, яғни донорлық деген сөз, яғни сырттан белгілі бір зарядтардың өткізуі, немесе диодтардың белгілі бір өрістердің өтуі. Донорлық қоспасы бар жартылай өткізгіштің электр өткізгіштігінің түрі. Так, А жауап тек қана кемтіктік дейді. В жауап негізгі электрондық, негізгі емес кемтіктік. Тек қана электрондық дейді. Тек мөлшерде электрон және кемтік жоқ, олай емес. Негізгісі кемтіктік, негізгі емес электрондық дейді. Қараңыздар, жалпы жерде негізгі и негізгі емес болып бөлінген варианттарды қарастырамыз. Либо Б, либо Е. Донорлық қоспасы бар жартылай өткізгіштің электр өткізгіштің түрі, бұл жерде енді электр өткізгіштік болып тұр ғой, получается. Значит, негізгісі оның электрондар болу керек. Негізгісі электрондар болу керек. Сондықтан да бұл 8-ші сұрақтың жауабын біз өз электр өткізгіштік болып тұрғандықтан негізгісі электрондық болады. Ал уже ары қарай донорлық қоспа, яғни сырттан келіп жатқан қоспалар болғандықтан уже негізгі емесі ол кез келген бір элемент болуы мүмкін. Ол бізден кемтіктік деп айтқан екен. Бұл жерде В жауабын белгілейміз. Негізгісі электрондық, ал негізгі емесі кемтіктік деп. Бұл жерде жалпы қандай өткізгіш соның түрін біліп отырды. Сол өткізгіштің түріне қарай уже есептің жауабын таба берсеңіздер болады. Бұл бізде 8-ші сұрақ екен. Келесі сұрақ бізде ағайын 9 дейді. Резерфордтың атомының құрылысына берген тұжырымдамасына сәйкес дұрыс тұжырымды көрсетіңіздер дейді. Как раз алдыңғы сабақта өткен тақырыбымыз. Бұл жерде
Да. Атом үлкен бе еді, диаметр атом үлкен бе еді, ядро үлкен бе еді? Атом үлкен. Атом үлкен еді, сыртында атом еді. То есть атомның диаметрі ішіндегі ядроның диаметрінен әлде қайда үлкен деп Үлкен болатынбыз, Ол бізде әрине Д жауабында Да. екен. Қалғандары массаға, зарядқа байланысты, енді олардың уже бізге, олар уже қалғандары дұрыс варианттар. Келесі сұрақ не дейді? Кестеде сұйықтықтардың жылулық сипаттамасы көрсетілген. Әр қайсысының массасы 1 кг және бастапқы температуралары 0 градус. Бірінші сұйықтықтың дейді, біріншісі, екіншіге қарамаймыз. Бірінші сұйықтықтың қатаюы кезінде бөлінетін жылу мөлшерін сұрайды. Енді қараңыздар. Қатаю деген нәрсе не ол енді? Қатаюға сәйкес келіп тұрған 0 градусты, қатаюға сәйкес келіп тұрған жылу мөлшерін сұрап тұр. Бізде қараңыздар енді, есептің берілгеніне мән беріп қарайтын болсақ, бірінші ряд ол меншікті жылу сыйымдылық, то есть с-ға байланысты болып тұр. Екінші ряд ол балқу жылуына байланысты болып тұр, яғни лямбдаға байланысты болып тұр. Үшінші ряд ол бізде R-ге, яғни булануға байланысты болып тұр. Одан кейінгісі қайнау температурасы и балқу температурасы уже қажет жоқ бізге. Енді 0 градусқа сәйкес келіп тұрған 0 градусқа сәйкес келіп тұрған негізгі жылудың түрін көрсету қажет бізге. Қатаю кезінде бөлінетін жылу мөлшері. Жалпы қатаю, балқу деген екеуі бірге жүреді. Балқу, қатаю бірге жүреді. То есть бұл жерде біз лямбда деген мән береміз. Ал С деген бұл бізде қыздыру еді. Ал R деген бұл булану. Ол қатаюға қатысы жоқ. То есть именно қатаюға қатысты ол лямбда. А лямбдаға қатысты бізде форма М лямбда еді. Q тең М лямбда. Получается бізде масса 1-ге тең, ал лямбданың графиктен аламыз. Лямбда бізде анау бірінші сұйықтыққа мән береміз, ол 335 деп айтқан. Көріп тұрмыз ғой. И килоджоуль байқағанымыздай. Килоджоуль деп айтамыз осыны. Получается жауап бізде 335 килоджоуль деген вариантты жай ғана белгілей салады екен. Біз ол да жауап. Түсінікті ма? То есть если есепте балқу, қатаю деп айтса, лямбдаға қарайсыздар. Егер булану, кебу деп айтса, R-ге қарайсыздар. Жерде көріңіз, әдейі балқу жылу деп, балқу деп айтқанда, қатаю деп айтпаған. Ол біз білеміз, что 0 градуста ол әрине либо қатаю да мүмкін, либо балқу да мүмкін. Сондықтан бір-біріне қатыстырып ала береміз. Q тең М лямбда. S жылу сыйымдылығына байланысты формасы қандай еді бізде? СМТ. Молодец, См дельта Т. См дельта Т. Келесі сұрақ бізде 11-ші сұрақ дейді. Қатаңдығы 100 ньютон бөлінген метр серіппеге бекітілген массасы 40 грамм дененің тербеліс амплитудасы 5 сантиметр болса, ең үлкен жылдамдығын табыңыздар дейді бізге. Ана екеуін теңестіреміз ғой. Kx квадрат пен mv квадратты. Дәл өз. Kx квадрат бөлінген 2 тең болады бізде mv квадрат бөлінген 2. Қысқаратын дүниелер бар бізде, 2 мен 2. Сразу жоқ қып жүреміз. Получается бізде k деген нәрсе 100-ге тең. Көбейтеміз x квадрат деген екен, ол бізде 5 сантиметр. 25 көбейтілген 10-ның минус 4. Минус 4. Көрдік қой, не үшін минус 4? Өйткені сантиметр. Сантиметрді квадраттасақ, ол бізде минус 4-ті беретіндігі айдан анық. Негіз сантиметр минус 2, но квадраттасақ минус 4-ті береді. Ары қарай масса бізде 40 грамм деген ол бізде 40 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, көбейтеміз v квадрат. Көрдік қой, 40 грамм ол 40 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Есептеу жерек, бұл жерде 25 болады бізде, дәрежесі минус 2 болады. Тең 4 дейік, дәрежесі минус 2 болсын v квадрат. Көрдік қой, 40 көбейтілген 10-ның минус 3 етін, мен оны 4 деп алдым, минус 2 болды. Что бұл қысқару үшін, әдемі қысқару үшін. Бір дестен әрде минус 2 мен минус 2 дәрежелерін жоқ қып жесек болады. Получается v квадрат тең бізде 25 бөлінген қанша? 4 деген сөз. Түсіндік қой? Ал бұл деген сөз түбірдің астында 25 бөлінген 4 деген сөз, ол бізде 5 бөлінген 2 деген сөз. Ал 5 бөлу 2 әрине 2,5 метр секундты береді деген сөз. Түсінікті ма? Яғни нерде просто k-ның орнына 100-ді қойдым, x-ның орнына 25 көбейтілген 10-ның минус 4-ті қойдым. Қайттан айтам, Алина. 5 сантиметр, 5 көбейтілген 10-ның минус 2 сыртын квадраттадым. Сода 2,5 метр бөлінген секунд, ол бізде в жауабын береді деген сөз екен. Алина деп, Алинаны көре салсын ба? Алина еді ғой, шынымен, точно. Так, келесі. 2,5 метр секунд, все. Бізде kx квадрат бөлу 2 деген бұл қандай энергияның формасы еді? Серіппенің потенциалдық энергиясы. Потенциалдық энергия. Ал mv квадрат бөлу 2 деген? Кинетика.
Ол бізде кинетикалық энергия етін. Кеттік. Назик, білесің ба бұл формулаларды? Я, мен білем. Молодец. Келесі сұрақ. Серіппеге ілінген жүктің массасы 500 грамм, ал серіппенің қатаңдығы 100 болса, циклдік жиілік. Біздегі жалпы былайша айтқанда хит есептердің бірі. 14 болады. Омега тең К бөлінген М деген форма арқылы шығарамыз. К бөлу М. Серіппеге ілінген деген серіппелі маятник деген сөз. К бөлінген М, К бізде 100-ге тең, бөлеміз осыны 500 грамм деген ол 0,5 килограмм деген. То есть 200 шығады жерде. Ал 200-ден түбірастан 14 шығады. 14 те 14 шығады. С жауап бізде дұрыс. То есть К бөлінген М деген форманы білгеніміз абзал. Негізгі бұның негізгі формасы ол период, ол бізде 2π М бөлінген К. М бөлінген К. Серіппелі маятниктің циклдік жиілігі, серіппелі маятниктің периоды. Олай болса ары қарай кеттік біз. Келесі. Бұл бізде 12-ші сұрақ етін, келесі сұрақ бізде. Осы есепті кажется маған жекеге біреу жіберді алдында. Осы 14-14 дегенше біреу жіберген еді алдын. Кім жіберді? Алдын шығарған едік қой. Білмеймін, нұсқа шығаратын кезде істеп кеткен едік қой. Нұсқада шығарамыз, еще плюс кейін менен тағы біреу сұраған жекеде кажется. Мейлі. Келесі сұрақ бізде ағайын қай сұрақ болып тұр? Бізде бұл сұрақ 13-ші сұрақ екен бізде. Көріп тұрғандарыңыздай келесі сұрақ бізде ағайын 13-ші сұрақ. 13-ші сұрақ. Енді мұқият тыңдайық. Не дейді? Ішіндегі газының қысымы 0,5 мегапаскаль ыдысты көлемі 3 литр бос ыдыспен жалғағанда дейді. Ыдыстардағы қысым 10,5 дәрежесі паскаль болса, бірінші ыдыстың көлемін табыңыздар дейді. Процесс изотермиялық. Изотермиялық процесс екен біз итак біліп тұрмыз, өйткені температура жоқ есепте. Бұл есепті негізінен бұлай сызбасын сызып көрейік. Не дейді бұл есеп? Мынандай бір ыдыс болған үшін бізде. Осы ыдысты белгілі ыдыспен үшін қосқан менің пайымдауым бойынша. Сосын үшін екеуін қосқанда бір ыдыс шығарған үшін. Сосын айтқан былай деген. Ішіндегі газың қысымы 0,5 мегапаскаль. То есть мынаның ішінде 0,15 мегапаскаль қысым бар үшін. Мынаның ішінде 0,15 мегапаскаль қысым бар. Оның 6 дәрежесі паскаль қысым бар. Көлемі бұның V1 деп қойық. Қысымы 0,5 көбейту 6 дәрежесі паскаль. Ал екінші ыдыс дейді, бос дейді. Көрдік па? Ыдысты көлемі 3 литр, бос ыдыс деген. Получается, бұл жерде қысым жоқ деген сөз. P2 тең 0-ге, бос ыдыс. Қысымын 0-ге тең деп аламыз, бос деген сөз, значит қысымын 0-ге тең деп ал деген сөз. Сосын осы екеуін былай байланыстырған, үшін екеуін ортасын ашқан, тескенде байланыстырған. Байланыстырған кезде мынау пайда болған ыдыстың қысымы дейді, оның 5 дәрежесі паскаль болды дейді. Бірінші ыдыстың көлемі сұрап тұр, V1-ді сұрап тұр бізден. Получается, бұның көлемі не болады? Бізде бұның көлемі әрине V1 қосылған 3 болады. Екеуін қосты ғой, общий көлем болды да, V1 қосылған 3 болды. Жалпы осы теңдеуді бізге шығару керек. Концентрация деген тақырып өткен боларсыздар, математикалық сауаттылықта, немесе математиканың өзінде. Сол жерде мынандай бір қасиет бар еді. Екеуінің көбейтінділерін жалпы бір-біріне қосып ала салу деген қасиет бар еді. Сол қасиеттерді қолдана салсақ болады. Қараңыздар енді, мұқият мән берейік. Былай дейді, үшін бізде былай дейді. Мынаны мен 1,5 деп ала салайын, 1,5 көбейтілген 10-ның 5 болады тогда, көбейтеміз V1-ге. Тең деп айтқам екен, уже жоқ болып кетті бізде, өйткені 0 ғой. 0-ге 3-ті көбейтсең 0 болады, жазудың қажеті жоқ. Тең 10-ның 5 дәрежесі көбейтем жақшасында V1 қосылған 3 деген сөз. Міне, бізде теңдеу шықты, үшін V1-ді табуымыз қажет. Енді бұл жерде әрине қысқартып жіберуге болады, 10-ның 5 пен 10-ның 5-ті фукусты жоқ қылып жіберетін болсақ, бізде нерде 1,5 V1 шығады, тең болады бізде V1 плюс 3 болады. Получается, V1 бері қарай өтетін болса, 0,5 0,5 V1 тең 3 болады. Значит, V1 тең бізде қаншаға? 3 бөлінген 0,5. Тең болады бізде 6 литр. Бәрін заңды түрде істедік. Сонда бізде 6 литр шығады екен. Түсінікті ма есеп?
Мынау енді сәл уже ойланатын есеп, байқағанда просто формаға тупо сала салатын есеп емес, сәл ойлану керек. Ойланғанда да самое главное суреттерін аккуратно сызып и қатынастарын дұрыс алсақ, есеп бірден шығады деген сөз. Yani изотермиялық процесс деген, то есть температуралық тұрақты деген сөз ғой. Мынада Т1 деген температура бар, анада Т2 деген температура бар, қосқанда Т деген температура шықты. Осылар жеке-жеке жаңағы П1, В1, мынаны П2, В2, мынаны ПВ деп ал деген бір ниеті ғой бұның. Осы нәрсені түсіндіріп тұр ғой. Біз дәл сол формаға салдық шын мәнісінде, просто оңай жолмен, түсініктірек жолмен шығара салдық. Ешқандай зияны жоқ ол жерде. Азеке түсінікті ма мына есеп, Азиз? Ази. Иә, түсінікті. Диас отыр ма, Диас? Диас осындамысың? Иә, отырмын. Мұха жоқ, Ереке жоқ, Айғаным жоқ, старсты. В общем, не важно, жоқ. Келе сонда. Так, в общем, 6 литр шықты мына есеп, бұл түсінікті. Келесі есепке көше берейік, ол рас болса. Сонымен біз 14-ші есеп, 14-ші есепке көшейік енді. 14-ші есеп. Так, келесі бізде 14-ші есеп екен. Бұл есеп бізге не дейді? Қараңыздар. Так. Бір керемет есеп сияқтану. Ұзындығы 15-7 сантиметр дейді. Так, ұзындығы 15-7 сантиметр дейді. Белгіген жазу керек сияқтан есептің. Саны 250 дейді. Соленоидпен өтетін ток күші 10 ампер. Ай тең 10 ампер дейді. Оның ішіндегі майт индукциясының модулін тап дейді. Индукцияны тап дейді. Бұны тап дейді бізге. Бұл L синус альфа. Соған саламыз ба? Тыныш. Қараңыздар, нью нолевой дейді. Тең дейді. Қаншаға бізде? Нью нолевой тең так. 4π. Көбейтеміз оның мүйіс 7 дәрежесі. Тесла көбейтілген М бөлінген А дейді. Қазір бір қызық айтайын ма мына жерде? Біреу көріп тұр ма? Бір қызық нәрсе көріп тұрсыңдар ма? Өлшем бірлігіне қарап формула. Красавчик, красавица. Байқап қойдық. Біраздан сен байқайсың осы кіші апайсан. Дұрыс айтады, қараңыздар. Получается, мю нолевой деген нәрсе мынаны береді деген сөз ғой бізге, көрдіңдер ме? Мю нолевой мынаны береді. То есть мю тең Тесла деген ол бізде Б, М деген ол бізде ұзындық L, А деген ол бізде ампер деген сөз, 10 ампер деген сөз. Ай деген сөз. Енді бізде 250 қалып кетті, бірақ дұрыс па? Бұл 250-ді бір жерге қоюымыз керек деген сөз. Сәйкесінше оны қазір соңында бір жерге соңына тіркей саламыз ойында. Біз осы жерін әнді жіктей берейік олай болса, пока санды жерге қоймай қоя тұрайық. Бұны табатын болсақ, біз мына екеуін көбейтіп жіберем, мю көбейтілген ай болады, мю нолевой көбейтілген ай бөлемін L-ға болады. Тең бізде мю нолевой деген 4π, пи деген 3/14, көбейтемін оның мүйіс 7 дәрежесі. То есть мына цифраны аккуратно қойып жатырмын, көрдік қой? Кейде ашып жаздым. Көбейтемін ай деген менде 10, так, бөлемін осыны L деген ол бізде 15-7, мен бұны 15-7, көбейтілген оның мүйіс 2 дәрежесі, көрдік па? 15-7 көбейтілген оның мүйіс 2 дәрежесі. Қараңыздар, бұл жерде бір қызық нәрсе көріп тұрған сияқтымын. Мен тағы да бір қызық нәрсе. Егерде мен мынау 15-7 мысалы өтірін өшіріп тастап, мына жерден қайырсам, онда дәреже қанша болады? -1 болмай ма? То есть мен не үшін бұны -1, -2 деп алдым, өйткені сантиметр, мен қайтын айтам, сантиметр, ол оның мүйіс 2 дәрежесі. Осыны ашып жаздым да. Мен бұның ыңғайлы болу үшін бірден қайырдым да, өтірді 157 дедім. 157 болған кезде уже дәреже -1 болады, бір өтір қайырдым. Егер 0,157 десем, дәреже қалмайтын еді вообще. 157 десем, керде дәреже көбейтін еді, -3 болып кететін еді. Болды, енді мынау 3/14 қой бізде, мынау 1/57. То есть мына екеуін бөлсек 2 деген сан шығады мына жерде. Тең, получается менде 4/2 нені береді? 4/2 маған 8-ді береді. Үшінің артында бір нөлі бар, 80 бар, мына нөлі бар. И дәреже менде -6. 80 көбейтілген оның -6 дәрежесі болды.
И мен осыған көбейтіп жіберемін, еще бағанағы n деген цифра бар еді. Осыған мен 250-ді аламын дағыны көбейтіп жібере саламын. 250 деген цифраны. То есть мынау 250-ді көбейтіп жібере саламын. Сонда тең болады. Жалпы ол сан ғой өткен көрі. Бұда өлшем бірлік жоқ, бұны қайға қоямын, пока білмейсің. Бұны соңында осылай бір тіркеп қоя салған дұрыс болады. Енді не істеймін? Енді аламын дағыны 80-ді 25-ке көбейтемін. 80-ді 25-ке көбейтетін болсам, менде шамамен 8 25 200 артында 2 нөл бар. Көбейтеміз оның минус 6 дәрежесі. Теңдік 20 десем, дәреже минус 3 Тесла болады. Получается 20 милли Тесла деген вариантты біз іздеуіміз керек қой, мен түсінігім бойынша. Ол бізде е жауабында тұр екен, бар екен. Мына есеп түсінікті ма? Тема есебі, тема есеп па? Көрмеген екен бұл есеп. Мынау четкий есеп екен, маған ұнады есеп. Осы есептерді жақсы көремін. Формасы жоқ есептер ғой бұлар, формасы жоқ есептер. Көріне, то есть андай, мысалы, есеп тестта кеп қалады, көбісі новый есеп көреді, шок болып қалады. Өте шогымен бірге кетеді, бәрін ұмытып қалуы мүмкін да, сол үшін андай есептің түрін қарап, спокойно қабылдау керек. И өлшем бірліктеріне мән беру керек. Если формасын білмей, на крайняк өлшем бірлікке қарау керек. Өлшем бірлігінде ешнәрсе жасырын тұрмасын, үшін ампер, жаңағы вольт деген сияқты, джоуль деген сияқты өлшем бірліктер болса, онда на крайняк варианттардан іздейсіңдер уже. То есть сандарын сәйкестендіріп, варианттан белгілейсің. Жоқ деген кезде ше, лучше өтірік белгілей салғаннан гөрі хотя бы солай белгілеген дұрыс болады. Жалпы есептің берілгенін түсінсең, уже есепті шығара аласың. Мына есептің берілгенін түсінудің де қажет жоқ. Перде өлшем бірлігін көрсең болды. Алина. Кеттік келесі. Жазып үлгеріп отырсыздар деген сенімдемін. Мен ары қарай келесі есепке көше берейін. Рұқсат па? Алло. Өтелік ағай. Иә, Все. Түсінбей қалсың. Шығарып қойған. Так, кеттік. Мен қазір Wi-Fi-ді ашқаным көрінді ме сіздерге? Wi-Fi-ді ашқаным. Ашылып жабылды. Все. Кеттік. Келесі сұрақ бізде. Келесі сұрақ екен, бұл бізде келесі сұрақ екен. Не дейді бізде? Не дейді? Кестеде берілген электроплитаның құжатындағы сипаттамалар бойынша оның 8 сағатта тұтынатын энергия шығын сұраған. Міне, тоже мен шынымды айтайын, мынау сұрақ мен көп сұралған есептердің бірі. Каждый үш адам біреу осы есеп сұрайды мен. Мен жекеден сұрайды есептер оқушылар. Көп өзім курсыма қатысатындар бар, нелері бар, бәрі сұрайды. Осы есеп жібереді көпшілігі. Еще осының Lexus деген бар емес па ағай? Иә, еще Lexus деген бар. По идее, мысалы қарап отырсаң, қатты қиын есеп емес негізінде. Просто бәрі суретті қарайды и шошиды да. И көбісі 10 жылды есептейді. По идее, формуласын бәрі білет, у айты екен, бірақ есептей алмайды. Бәрі білет, бірақ шығара алмайды да, короче. Енді бұл жерде у деген нәрсе керіне 200-ге тең екен, ол айдан анық нәрсе, сәйкестендіреміз. Ток күші 100 миллиампер деген ол 0,1 екен, тоже бұл жерде бәріміз білеміз. И алаттағаны тыны айналдырып отырады, ол 10 жылда айналдырады, 10 жыл көбейді, 365 көбейтілген. В общем, ұбыты біткен ғой nerede? И дұрысы қалай? Дұрысы әрине 200 көбейтеміз 0,1, көбейтеміз 8 сағатты. 8 сағат деп қоямыз прям. Тең болады, 200-ге 0,1-ді көбейтсек, 0 мен 0 қысқарады да, бұл жерде 20 қалады. 28-ге көбейтем 16 болады. 16 ватт көбейтілген сағат қош өлшем бірлігін аяқтайын. Шындығын айтқанда. Неге жұмыстың өлшем бірлігі джоуль ғой, джоульден бөлек ватт көбейту сағатта бар, жаңа мен жіберген теорияда бар, бұл теориялық сұрақ. 16 ватт көбейтілген сағат. А бұл деген сөз 0,016 киловатт көбейтілген сағат деген сөз да. Получается сағатына 0,016 киловатт, яғни 16 ватт құртап деген сөз. Бір сағатта 16 ватт жұмсайды деген сөз. Мынау SteelX деген электроплита. Бұл көп негізінде. Бір өтірін қалдырып кеттік қой мына жерде. Неге 8 сағат деп жазды ағай? Бір өтірін қалдырып кеттік па мына жерде? Мынау не, мынау? Последний нені көріңізші, ені астында. Ағай, мынау ше, мынау сызған.
Болмай тұр ғой, мына 0,16 болып қалды ма что-то. Так, 200 у ай қысқарттық 20. Ай, дұрыс екен ғой, нәрде, ема. 20-ға 8 көйте 160 қой нәрде, не деп шерт жатыр. 20-ға 8 көйте 160 деген ол 0,16 киловатт. Не үшін 8 саатты алдық дейді, өйткені қара кім, Жәке? Ше көрін берілген. Все. Берілгенде 8 сағат деп айтқан ғой, все. Көрсем болды деген бастысы. То есть 10 жыл деген не үшін беріп қойған деген сұрақ қойды. Ай, жынмы, не үшін 10 жыл беріп қойған деп ше? Білмеймін дейді, мен құрастырған жоқпын. Енді 10 жылды мынау Stilex деген типа электроплита 10 жылға шыдайды, в общем, реклама ғой. Ештеңе келгенсіз ба ағай? Ау, Ана 3,6 деген. ол әшейін бере саған. Джоуль. Ол типа жаңағы сағатты секундқа айналдырсаң, в общем, шатасудың екінші түрі ғой. Шатастырудың 5-ші деңгейі ғой. Ағай 16 ватт деген көп па не? 16 ватт деген көп, иә. Сағатына 16 ватт қой, көп. Алты литр, 20 литр Тесла. Белгіленбей қалып кетті, бәсе что-то. Кеттік ары қарай. Келесі сұрақ бізде не еді? Келесі сұрақ бізде 16-шы сұрақ, қуатын тап деген, бұндай жағдайда біз пәктің формуласын емін-еркін табатынбыз. Ол пәк тең үстіне өзінің MGH-ын қоятынбыз. Астына P көбейтілген Т. Бағанағы ватт сағатты қоямыз, ватт көбейтілген сағат. Осы жерден бізге P-ны тап деген, үстінде M дегенді ρV деп ашатынбыз, GH тұра береді, көрдік қой. Бөлеміз пәк Т деген сөз. Получается, ρ деген нәрсе ол біз есепте 800 деген, көбейтеміз, көлемізде 100 метр куб деген, G 10-ға тең, еще H бар бізде, H деген 6 метр. Осының бәрін бөліп тастайтын болсақ, пәк бізде 40% деген, 40% не деп алатын еді біз? 0,4 деп алатын. Т деген уақыт, ол бізде 8 минут деген, 8 көбейтілген 60 деген сөз, тең болады. Үстінде мен 8-ге 6-ын көбейтейін, 48 болады. Дәрежесі қанша? Не жақта 2-0 бар, не жақта 2-0, не жақта 1-0. Получается 5-0 деген сөз. 5-6. Астында 8-ге 6-ын көбейтіп жерем, мен қанша болады? 48 болады. Көбейтемін, мына 0 мен мына 0 жоқ қылып жере салам. Получается 4-0 қалып кетеді. Тең 48 жоқ болады. Мынау 10-ның 5 дегенде мен 100 десем, дәреже 3-ге қалады нерде. И бөлем 4-ке. 104-ке бөле салам, 25 шығады. Ол деген 25 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі ватт. Ол 25 киловатт деген сөз. Түсінді ма? Бұл жердегі нәрсе, массаны ашуды ұмытып кетпеу керек. Ең бастысы байқасаңыздар, тығыздықтың формасы өте көп келеді. Мына есептің өзінде екі рет көрдік. Біріншісі сол ереже болып келді, екіншісі есеп болып келді. Осы жерін m-ді жіктеген кезде ρ мен v-ны көбейтетінін анық айдан-анық бәріміз білеміз ағайын. Получается, массаның орнына мен ρ-ны қоям, и GH қала берді. Ал астында p-ны табу үшін мына пәкпен екеуінің орнына ауыстырамын. Ал пәкті мен 0,4 деп алдым, не үшін? Өйткені 40%. Пайызбен шығарған не выгодно бізге. Поэтому мен 0,4 деп аламын, всегда солай. И вам советую деген нәрсе, в общем. И 0 мен 0 жоқ қылып жердім. 48 қалды, 4 өзім бөлек жазып алдым. Не үшін бөлек жазып алдым? Не үшін 48-ге көбейтпедіңіз ағай дейтін болса, әрине мына екеуі қысқару үшін. И 100 деп алдым, не үшін? Өйткені 10-ның 5 қой. 2-0-ні бері қарай бөліп алған кезде 3-0 қалып кетеді. Чтобы мен 4-ке ең ыңғайлы бөлінетін деп алдым да. 10 деп алсам, не тудан не сюда болып қалды. 10 көбейтілген 10-ның 4 бөлінген 4-тен не тудан не сюда ғой. 1000 десем тоже лишний 0-дар шығып кетеді. 0 шықпас үшін, лишний 0 шықпас үшін 100 деп аласың. Визуально, примерно ойлап отырасың. Алдыңғы шағыңда. И 104-ке бөлінген 25 шығатынын бәріміз білеміз. И дәреже 10-ның 3. И все. Түсінікті ғой? Кеттік келесі 17-ші. Келесі есеп, бұл бізде газдың жұмсалатын бөлігін сұраған, А-ның бөлігін сұраса 0,29 деп айтатынбыз біз жылу мөлшерінен. Ал егер ішкі энергияның жұмсалған бөлігін сұраса 0,71. Жаттап отырып бұны. Алдында шығару жолдарын түсіндірген болатын, мен бұны қайтадан шығарудың қажеті жоқ, просто жаттап алсаңыздар да болады, қайта-қайта келіп жатыр екен. Жауабымды айтақ сіздер жаттап алған шығарсыздар, шығару жолын саналарын білесіздер. Үй бұны түсіндірген кезде еще записта менде сақталған, оның бәрін құдай қаласа бағана уәде еткендей ссылкаларын доступпен ашып жіберіп қоямын сіздерге. Келесі сұрақ бізде ағайын 18-ші сұрақ не дейді? Әрқайсының көлденең қимасының ауданы 5 болатын 500 орамнан тұратын кедергі 100 ом дейді. 0,7-ден 0,2-ге дейін кемігенде зарядтың шамасы сұраған бізден. Q-ді сұраған. Көрдік қой? Тоже ауданы 5 сантиметр квадрат деген
сөз. Ол бізде 10-ның минус 4 дәрежесі сөз. Метр квадрат. Және де бізде 500 орамнан тұрады дейді, то есть n тең 500 орам деген сөз. Кедергісі 100 Ом дейді. Дельта B деп алатынымыз анау всегда 0,7 Тесла 0,2 дейін десе, значит 0,5 Тесла деген сөз. Сосын табу керек бізге зарядтың шамасын, то есть Q табу керек. Мінекей. Бұл жерде біз енді магнетизм тақырыбына байланысты бөлім болғандықтан фа деген бізде магнит ағыны етін Вебер, который осының форманы жазшы. Бізде бұның қандай формалар бар еді? Бізде BS деген формасы бар. Бізде бұның LI деген формасы бар. И бізде бұның үшінші QR деген формасы бар еді. Енді бұл жерде керек емес форманы бәріміз көріп тұрмыз, LI керек емес бізге. Бұны не үшін жазды? Бізге не керек? Жазған өзіңіз. BS пен QR керек бізге, дұрыс па? То есть осы екі форманы бір-біріне теңестіреміз. Бағана кинетикалық энергия потенциал энергияны теңестірген сияқты, бұл екеуінде теңестіре салуға болады. QR деп. Осы жерде бізге нені тап дейді? Бізге әрине бұл жерден Q-ті табыңыз деген. Получается BS бөлінген R деген сөз. И менде не қайтып кетті? Яғни тоже қайтадан сан қайтып кетті. И ол санды энергия көбейту N деп жазсам болды. B деген бізде енді 0,5 екендігі айдан анық. S деген ол 5 көбейткен 10-ның минус 4 екен. Көбейтем N-ді мен сразу үстіне жаза салайын 500 деп. И бөліп тастаймын осының бәрін. R-ға кедергі бізде 100-ге тең мінекей. Яғни әрде ыңғайлы жолдарын іздейтін болсақ, мына 2 0 мен мынаның 2 0 қысқарып кететіндігі айдан анық. 5 көбейту 5. 5-де 5 25, 0,5 ол 12-де 5. Дәрежесі минус 4 болады. Кулон. Енді осыған сәйкес жауаптар іздейміз. 125-ке қатысты бізде Е жауабында тұр екен. 1,25 милликулон. Бір өтір қайырған милли болған. Мұна үш форманы тоже ұмыт қалмаңыздар. Кімеге де ойынан сәл шығып тұр, на форманы есіне түспей тұрған кім болса, мұна үш форманы жатқа біліп алыңыздар. Бұл үш форма керек болады. BS, LI, QR. Өте маңызды бұлай. Алатын орны бар үш формалы. Бұл бізде ағайын 18-ші сұрақ екен. Бұл түсінікті болса, келесі есептерге көшейік. Так, Азеке отыр, Қожа Муха отыр. Басқа Мұхаммед әлі жоқ, Все. Барлығы түсінікті отыр деген ойдам. Түсініксіз бір жерде сұрақ туындап жатса, жазыңыздар, айтыңыздар, қайтадан бір қайталап түсіндіріп жіберетін болам. Келесі сұраққа көшейік, олай болса. Келесі сұрақ бізде ағайын 19-ші сұрақ дейді. 19-ші сұрақ бізге не жайында? Интерференцияланған монохроматты жарық сәулелерінің фазалар айырымы 4π болғанда, жол айырымы 760 нанометр болса, жарық сәулелерінің толқын ұзындығы неге тең дейді бізге? Қарайық енді. Бізде былай деп айтылған. 760 нанометр болса, жарық сәулелерінің толқын ұзындығы неге тең? Интерференцияланған монохроматты жарық сәулелерінің фазары айырымы 4π. То есть бұл деген сөз, фи деген сөз. Көрдік па? 4π. Жол айырымы дейді, дельта L деген сөз. Ол бізде неге тең? Бұл бізде 760 нанометрге тең. Жарық сәулелерінің толқын ұзындығын тап дейді. То есть лямбданың тап деген бізге. Көрдік па? Енді қараңыздар. Бұл жағдайда тоже өзінің кәдімгі формуласы бар. Именно осындай жарық толқындарына байланысты фидің фаза айырымының өзінің формасы. Дельта фи тең 2π L бөлінген лямбда деген формасы. То есть лямбда бөлінген L L бөлінген лямбда. L бөлінген лямбда. L бөлінген лямбда айтпақшы. L бөлінген лямбда. Жо дұрыс. L бөлінген лямбда. L бөлінген лямбда дұрыс. Қараңыздар. Дельта L деп қойық мынаны. Жалпы фазалар айырымы дельта фи тең 2π дельта L бөлінген лямбда деген форма бар. Кәдімгі бұрыштың формасы.
болды. Есеп бізде осыған байланысты, осы жерден просто лямбданы табыңыздар деп сұрақ қойып тұр. Дәл осы формадан лямбданы табу үшін біз не істейміз? 2π мен дельта L үстінде қалдырамыз дағыны дельта фиді астына жібере саламыз. Получается 2π көбейтемін дельта L деген 760 бөлемін осыны дельта фи. Ол бізде 4π тең, көрдік па? Қарап отқанымыздай осы жерден қысқартып жіберсек болады. Немен нені? Пи мен пиді қысқартып жіберсек болады. Сол кезде 2 мен 4 қысқарады. 2 қалады 380 деген сөз екен. 380 нанометр. Мінекей. Мына форманы то же самое. Бүгін өз формулардың ашылуы отыр. Біраз форманы қарап отырық. Бұндай да формалар бар. Физикада, дельта фи тең 2π L бөлінген лямбда. Бұл енді толқын деген тақырыпта негізі айтылатын формулардың бірі. Бұл негізі мен теориялық тұрғыдан да бүйтіп анықтауға болады. Жалпы 4π деп тұр, өзі 4πдегі толқын ұзындығы 760 құрап тұр. Негізі бір толқын ол 2πде таралады. 4π ол 760 болса, 2π деген ол жартысы ғой, 380 екендігін былай да біле беруге болады. Мынадай бір толқын мысалға бастадыңыз ғой, толқын былай. Толқын ғой, например, дұрыс па? Толқын ұзындығы деген мына нүктеден бастап, мына нүктеге дейін қашықтық негізі толқын ұзындығы міне. Осы 2π бізде көрдік па? Осы 2π. Ал менде былай бергенде, получается, осы жерден бастағандағыны мынаға дейін берген, көрдік па? Бұл жер дельта L деп осы жерді бергенде, то есть осы екеуінің ара қашықтығы 760 деген. И олардың бұрышы, таралу бұрышы 4π деп қойған. 4π екендігі анық. Бұның жартысы лямбданы беретін айыр, лямбд, инайыр. То есть 2 лямбды 360 беріп тұр деген сөз ғой. Лямбды 380 тем болды. Көрдік па? То есть мына форманы білмеген күннің өзінде сызбасын сызып, былай аккуратно қарап көрсеңіздер болады. Түсінікті ғой, бұл интерференция заңдылығы, толқындардың заңдылығы, примерно заңдылық ортақ бәріне. Формада ортақ. Механикалық толқын, мынау бізде интерференция, жарық толқындары. Олай болса, біз келесі сұраққа көшейік. Мынау енді бүгінгі тест маған шынымды айтайын, ерекше ұнап жатыр. Теманы ұстайық әлде. Көп сұрақ, особо көп сұрақтар қайталанып жатқан жоқ. И плюс көбінесе новый есептер и новый теориялар келіп жатыр. Прям приятно. Енді біз олай болса ағайын, келіп отқан 5 варианттық тесттардың, 5 варианттық сұрақтардың соңғы сұрағына келіп жеттік. Ол әрине 20-шы сұрақ. 20-шы сұрақ бізге не дейді енді? Осы нәрсеге мән берейік. Қуаты дейді 276 киловатт дейді. Так, қуаты 276 киловатт. Оның 3 дәрежесі ватт. Қыздырғыш көмегімен дейді 7 минутта дейді. 7 минут дейді. 7 минут деген ол бізде 420 секунд деген сөз. Температурасын 10 градусқа өзгертуге болатын дейді. Дельта Т деп алайық. 10 градусқа өзгертуге болатын майдың көлемі сұрап тұр. Бұны сұрап тұр бізден. Майдың көлемі бұны сұрап тұр. Энергия шығын ескерілмесін дейік, жақшашына бізге тығыздық беріп қойған екен, 930 дейді тығыздық. И жылу сыйымдылығын беріп қойған, ол бізде 1700 дейді. Мінекей. Осында екі тұрақты шамасы берген екен. Ал енді қарайық. Бұндай есептер келген кезде, тоже есепте ключевой нәрсе не? Жалпы негізгі бұл есепте негізгі құрылымдарды, негізгі бір қасиеттерін білсек, уже тоже сама особо қиындық туғызбайды. Қараңыздар енді. Бізде жалпы енді жақшаның ішіне мән беру керек та, бұл жерде не тұр бізде? Бізде жылу сыйымдылық тұр, дұрыс па? 1700 деп қойған. Получается, бұл жерде См дельта Т деген жаңа айтқан формуласы бұл жерде керек бізде. См дельта Т само собой керек. Біріншіден бұл жерде С бар, екіншіден бұл жерде Т бар. См дельта Т деген формула керек бізге. Еще бізге не керек бізге? Бұл жерде формулада жаңа С еще М'ді ашқан жағдайы керек бізге. Ро көбейтілген В көбейтілген дельта Т дейді. Мына жағдайы вообще керек бізге. Мына формуланы осылайынан аламыз. То есть массаны ашамыз бұл виде. Ендігі нәрсе. Енді бізде сосын есепте не бар сосын? Біздің есепте қуат бар екен. Қуат бар. Қуаттың негізгі формасы қандай? Ол бізде П тең
а бөлінген т деген формасы бар. Получается, бұны q бөлінген т деп те алсақ болады деген сөз. Көрдік па? Ендігі мәселе уже есеп, уже бір қалыпқа келіп қалған секілді. Не үшін десеңіздер, қараңыздар. Қуат тең, уже q-дің орнына мен мына форманы бәрін апарамда қоя саламын. С, ро, в, дельта т. И осының бәрін бөліп тастаймын неге? Уақытқа. Дәл осы формада маған нені тап деп тұр? Маған бұл формадан көлемді тап деп тұрған жоқ. Көлемді тап деп тұр, Көлемді тап деп тұрған жоқ. Көлемді тап деп тұр. Получается, мына формадан мен көлемді жіктеу үшін не істейді екенмін? Мен мына форманы қолданады екенмін, қараңыздар енді. Получается, v тең болады бізде p бөлемін с, ро, дельта т. И все. Есептеп көрейік, v тең болады бізде. Қуат бізде 276 дәрежесі 10-3 деген сөз. Көбейтем, уақыт менде 420 секундқа е. Бөлемін осыны с деген ол менде қанша еді? Менде ол 1700 дейді. Көбейтемін осыны, ро менде 930. Көбейтемін осыны дельта т-ға. Дельта т деген менде 10 градус Цельсий. Все тең болады. Енді, осы жерде ыңғайлы варианттарды есептеуге болады, қысқарып кететін варианттарды. Қандай вариант дейтін болсақ, нақтырақ айтса, қараңыздар. Мына жерде менде, қараңыздар, вообще прикол нәрсе көрініп тұр. Мына 10-ның 3 дәрежесі ол, дұрыс па? Мына жақта 10-ның 1 дәрежесі бар. Ал мына жақта менде 2-0 бар, мына жақта 1-0 бар, мына жақта 1-0 бар. Астында да 4-0, үстіне 4-0. Көріп тұрсыздар ғой? Значит, мен смело ананы жоқ қылып кетеді. Ошын бәрін жоқ қылып жасам болады. Получается, менде шығады 276 көбейтемін 42, бөлемін осыны 17, көбейтемін 93 деген. 93-ке. Осы сандарды шығарсақ жеткілікті екен бізге. 7-те 3 шығады екен. 7-те 3 шығады ма екен? Шығарып қойыңыз, 7-те 3 шығады дейді. Сенеміз ба? Деймін. 7-де 3 метр куб. Все. 7-де 3 дейді. Так, бұл есепте. Сұрақ бар ма есепке? Ешқандай сұрақ жоқ бұл есепке. 7-де 3 метр куб шығады деген сөз екен. Әдемі есеп, то же самое, саннан берде есептеуге, соңғы жағында есептеуге қиындап кетті, бірақ формуласы бәрі гладкий, әдемі шығатын есептердің бірі. Қатты мағыналы есептеп айтуға келмейді, әрине. Просто форма қою керек. 3 форма қолдандық: См дельта т, ро в и а бөлінген т деген. Бәрін араластыра отыра, соңында бір ғана форма шығардық, и ол формадан біздің есебіміз шықты. Қуанышымызға орай. Жазып, түртіп, скриншот жасап алыңыздар. Біз бір ауыздан келесі есепке көшейік. Так, бұл жерде компьютермен отқандар бар ма? Компьютермен отқандар? Бар. Кеттік олай болса. Келесі сұрақ бізде ағайын 21. 2 немесе 3 варианттық сұрақтардың қатары бізде басталды. Кеттік. 21-ші есеп бізде не дейді? Жылдамдығы 25 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары атылған садақ жебесі 2 секунд өткенде нысанаға дәл тиді. Нысананың орналасқан биіктігі және оған жеткендегі жебенің жылдамдығы неге тең? Қараңыздар. 21-ші сұрақ бізде. Бастапқы жылдамдығы дейді 25 метр секунд дейді. Уақыт дейді, уақыт 2 секунд. Нысананың орналасқан биіктігін сұрап тұр бізден ашты, и жебенің соңғы жылдамдығын сұрап тұр бізден. Қараңыздар. Енді қараңыздар, байқап отқанымыздай, бізде садақ жебе қақа ұшып барады, жоғары қарай ұшып барады. Егер жоғары ұшса, біз не деп айтатын едік, бұл жерде ортасы минус болады. То есть негізгі заңға қарсы кетіп барады. Получается, h тең бізде v нолевой көбейтілген т минус ж ат квадрат бөлінген 2 деген форма қолданамыз.
То же самое жылдамдықты табу үшін де v тең v нолевой минус жт деген осындай екі форманы қолдансақ бізге жеткілікті деген ойдамын. Мінекей. Бұл бізде белгілі бір биіктікке көтеріліп баратқан денеге әсер ететін биіктік жылдамдығы дененің шығатын биіктігін осы формалар арқылы шығарсақ жеткілікті екен. Кеттік. Біз бір ауыздан бірінші форманы саламыз. H тең v нолевой бізде 25, уақыт бізде 2 секунд, азайтамыз g бізде 10-ға тең, t квадрат 4 бөлеміз 2. Тең болады 25-ке 2, 50, азайтамыз осының қанша? 2, 20. 50-20 30 метр. Получается, садақтың ұшқан биіктігі 30 метр. Жылдамдығын да таба салайық. Нахады v нолевой бізде 25, азайтамыз g 10-ға тең, t 2-ге тең. Получается, 25 азайтамыз 20 тең 5 метр секунд. Дененің соңғы жылдамдығы 5 метр секунд, ал көтерілген биіктігі 30 метр деген сөз екен. Түсінікті ма? Иә. Олай болса біз жауаптарын белгілейік, олай болса ол бізде А жауабында 30 метр тұр, және де 5 метр секунд деген бізде Ж жауабында тұр екен. Әдемі есеп, то же самое. Бұл бізде 21-ші сұрақ екен. Бұған байланысты ешқандай сұрақ бізде жоқ болу керек. Біз бір ауыздан келесі есептердің қатарына көшейік. Бұл бізде 21 екен. Келесі бізде 22-ші сұрақ. Кеттік. 22-ші сұрақ нейді? Металл таяқшаға түскен 25 килоньютон күштен дейді. 5 көбейтілген 5,1 көбейтілген 7 дәрежесі ньютон бөлінген метр квадрат механикалық кернеу пайда болады дейді. Таяқшаның диаметрін сұрап тұр бізден. Қараңыздар, металл таяқшаға түскен күші 25 килоньютон дейді. Получается, бізде бұл есепте 22-ші есепте F-тен қанша дейді? 25 килоньютон дейді. 25 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі деген сөз, ньютон. Механикалық кернеу дейді. Қандай әріппен белгілейтін еді механикалық кернеуді? Қаны айтып жеріңіздер? Сигма. Ай, молодец. Сигма. Тең Сигма. 1, молодец. Көбейтеміз оның 7 дәрежесі. Ньютон бөлінген метр квадрат. Өлшем бірлігі паскальмен де келуі мүмкін, ньютон бөлінген метр квадратпен де келуі мүмкін. Бізге диаметр табыңыздар дейді. Диаметрді табу үшін бізге қажетті формалар, қандай формалар қажет болады? Қараңыздар енді. Ең басты нәрсе бұл жердегі ескерілуі қажет. Ол не ол? Ол мынау дүние. Сигма дегеніміз ол бізде F бөлінген S. Осы жерден өлшем бірлігін тоже білуге болады, ньютон бөлінген метр квадрат. Осы жерден S-ті табу үшін мен не істеймін? F бөлінген сигма деймін. Сөйтем де есеп шығарам. F менде 25 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі екендігі анық, ал сигма деген менде 5 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі екендігі анық. 25 5-ке бөлсем 5 шығады, дәрежесі менде -4 шығады. Метр квадрат. Көрдік қой? Мен анан 5 деп ала салдым, 1 деген маған қызық емес. 5 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі метр квадрат деген сөз екен. Ары қарай, бұл формадан не инжектейміз енді? Ары қарай мен ауданды тауып алдым ғой қазір, S-ті таптым мен. S-ті таптым. Бірақ менен S-ті сұрап тұрған жоқ тестті. Көрдік қой? Менен нені сұрап тұр? Менен дәл 2 квадрат бөлінген 4. Диаметрін сұрап тұр. Ал бізде ауданның диаметрге қатысты формуласы дұрыс айтады. Πd квадрат бөлінген 4. Дәл осы жерде мен не инжектеймін? D-ны инжектеймін. D-ны инжектейтін болсам 4S-ға көбейтіп жіберемін дағына, неге бөліп жіберемін? Пиға бөліп тастаймын. И бұл түбірдің астында. Мінекей. 4S бөлінген P. 4 көбейтеміз, 5 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі. И бөлеміз осыны пи деген бізде 3-те 14-ке тең екен ағайын. Бәрін түбір астына алып қойық. Тең. 4 жердегі 5 менде қаншаны береді? 20-ны береді. 20-ны 3-те 14-ке бөлетін болсам, такс. Есептей салайық. 6,1 деген деп тұр ғой. Где-то 6-да с чем-то шығады. Егерде оның түбірасына 20-ны бөлеміз, так, 3-те 14-ке. 3-те 14-ке. И осының түбірасына 6-да 36 еді. Осының түбірасына шығарайық. 2-де 52 дейді. 2-де 52. 2-де 52 дәрежесі қанша болады менде? -2 метр болады деген сөз. То есть 2-де 52 сантиметр деген сөз ол. Сантиметр. Енді осыған жақын сандарды іздейік біз. 2-де 52-ке жақын сандар бізде қандай? Бізде F жауабында тұр екен, 2-де 5 сантиметр дейді. Түсінікті ма? Қайталап айтам, мына форманы әрине әрқайсымыз жатқа білуіміз керек. Жатқа білу шарт форманы. Пиді квадрат бөлінген 4. Көпшілігі бұл форманы ұмытқап жатады.
Бірақ біз бұл форманы ұмытпауымыз керек. И бұл форма қажет форма. Пиді квадрат бөлінген 4. Ары қарай дыны жіктеу уже проблема туғызбайды. Жәндегі пиді астына жібере саламыз. 4s бөлінген пи деген сөз. Тоже жақсы есеп. Жазып алыңыздар. Бұл бізде 22-ші есеп. Біз келесі есепке көшейік. Келесі есеп бізде 23-ші есеп дейді. 23-ші есеп не дейді бізге? Катодта массасы 4 миллиграмм кальций бөлінген зарядтың мөлшерін сұрап тұр. Q-ді табу үшін біз M бөлінген K деген форманы қолданамыз. M тең KQ, Q-ді тапсақ M бөлінген K. M деген бізде 4, миллиграмм деген минус 6-ны білдіретін, астында K деген бізде 0,2 көбейтеміз, оның минус 6 дәрежесі. Қысқарады, 4 0-ке бөлеміз, қанша шығады бізде? 5 шығады. 4 0-ке бөлсек 5 емес 20 шығады. Өлшем бірліктер қысарып кетеді. 4 0-ке бөлсек 20 шығады. 20 кулон деген ол бізде шамамен қай вариантта тұр екен, ол бізде E жауабында тұр екен. Көрдік қой, то есть бұл жердегі ең басты нәрсе не? Миллиграмм деген нәрсе. Миллиграмм, это означает минус 6, екен милли минус 3, грамм минус 3, минус 6. И астындағы минус 6 мен екеуі жоқ болып кетеді. 4-ті 0,2-ке бөлсек, бізде әрине 20 шығады. Тоже өлшемділікпен табуға болады. К деген нәрсенің килограмм бөлінген кулон деген, то есть М бөлінген Q екен білуге болады. Өлшем бірлігі арқылы жақша ішінде тұрған. То есть проблема емес бұл есеп, формасын ұмытқан жайда ол проблема туғызбайды деген. Келесі сұрақ бізде 24-ші сұрақ. Біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр орналасқан актив бөлігінің ұзындығы 40 см дейді. L тең 40 см. То есть 0,4 метр деген сөз. Күші дейді F тең 0,12 ньютон дейді. Ток күші бізде 3 ампер дейді. Магнит индукция векторын сұрап тұр, бұны сұрап тұр бізде. Ампер күшінің формуласы бізде қолданылады. F тең BIL. Дәл осы формула арқылы біз бұны жіктесек болады. Получается F бөлінген IL деген сөз. F деген бізде ол 0,12 бөлеміз осыны I бізде 3 көбейтеміз 0,4-ке. 0,12 бөлемін 1,2 деген сөз. 0,12 1,2-ке бөлсем 0,1 шығады, 0,1 Тесла деген сөз. 0,1 Тесла деген бізде D жауабында тұр, және де E жауабында тұр екен. Мінекей, осындай бір есеп. F тең BIL деген бәріміз білуіміз керек формула, ампер күші. 10-шы сынып магнит өрісі тақырыбы. BIL. Бұны табамыз, F бөлінген IL болады. Бұл 24-ші сұрақ. Келесі, 25-ші сұрақ не дейді бізге? 1 мм ұзындыққа 500 штрих сәйкес келетін дифракциялық торға екінші рет максимум сұрап тұр. Не еді? Таныс сұрақ па? D синус фи тең калямбда деген форма арқылы шығарған еді қоя. D дегеніміз ол бізде 1 мм бөлінген N көбейтеміз синус фи тең калямбда дедім. Осы жерден синус фи бізге тап дегендей қылып тұр. Получается біз калямбда N дейміз и бөлеміз осыны 1 мм-ге. Коэффициенттерін есептеуге болады. К деген бізде жақана сөзбен берілген, екінші деп айтқан, 2 дейік. Лямбда деген ол бізде 600 деп тұр. Коэффициентін ғана алайық, 6 деген. И N-ді алайық, ол бізде 500 штрих деген 5 деп алсайық. Қалған өлшемінде дәрежелерін ескермей қойсақ болады. 2 мен 5 ол 10-ды береді. То есть коэффициент қалмайды екеуінен. То есть коэффициент бізде 6. Единолично 6 деген коэффициент қалады. Ол бізде В жауабында тұр екен. Енді 6-ға қатысты бізде бір-ақ вариант болғандықтан бұны дәрежелерін ескермей қойсақ болады. Но аккуратно дәрежелерін қойып, әрине бір есептеп көру керек. Біз алдыңғы сабақтарда енді біз көргенбіз, поэтому қазір көрудің қажеті жоқ. D синус фи тең К лямбда. К деген қаншасыншы ретте тұратынын анықтайды. Лямбда тоқының ұзындығы D деген дифракциялық тор деп айтылады. Ал D-ны 1 мм бөлінген штрих сан деп ашсақ всегда болады. Келесі сұрақ бізде 26-шы сұрақ дейді. Автомобиль барлық жолдағы орташа жылдамдығы дейді, қанша дейді? 60 км/сағат дейді. Орташа жылдамдығы 60 км/сағат. Орташа жылдамдығы. Жолдың екінші жартысындағы жылдамдығы 50 дейді. Жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығын сұрап тұр бізден.
Қараңыздар енді, жолдың бірінші жартысы, екінші жартысы десе, біз мына форманы қолданатын едік, V орташа тең. Жолдың бірінші, екінші жартысы болса, 2 V1 көбейтемін V2 бөлемін V1 плюс V2. V орташаның орнына 60-ты қоямын, тең 2 көбейтемін X көбейтемін 50 бөлемін X қосылған 50 деген сөз. 60x плюс 300 Көйтшерек бөлінген 100. 60x плюс 3000 тең 100x. 60x-тан 100x азайтып жібереміз, 40x қалатын яқта. Тең бізде 3000 деген сөз. X тең 3000-ды 40-қа бөлетін болсақ, 75 деген сан шығады. 75 километр бөлінген сағат. 75 километр бөлінген сағат деген сөз. Көрдік па? То есть 3000-ды 40-қа бөлетін болсам, менде 75 деген санның шығатындығы анық. Өйткені 3-ті 4-ке бөлсе 0,75 деген сандар бізде жиі келуші, мен поэтому бұны ойланбай 75 деп айта аламын. Ал жауабын белгілеп қоюға болмайды, не үшін? Өйткені ол метр секунд, өте мән беретін нәрсе. В болуы мүмкін, ағай. В болып қалуы мүмкін, әбден мүмкін. Ноннан F алтыға жауабын бөлемін. белгілейміз. Және де тағы да бір жауапты табу үшін біз осы 75 км сағатты қаншаға дұрыс айтады? 3,06. 75 3,6-ға бөлетін болсақ, бізде где-то қандай сан шығады? 28. Так, көре салайық. 75-ті бөлеміз 3,6-ға. 3,6-ға. 75-ті 3-ке бөлсек 25, 6-ға бөлсек сөйтіп бірдеңе болады. 20-да 8 дейді. Жуықтап 21. В жауап келеді екен. Жуықтап келіп тұр. Енді жуықтап дегенді бермепті. Енді 21 дұрыс шығар деген ниеттеміз енді. Жолдың бірінші жартысы, жолдың екінші жартысы деген кезде осы формат қолданамыз. 2 V1 V2 астында V1 қосылған V2 деген. Уақыттың екінші жартысы десе не деп алушы? Уақыт екінші жартысы десе. Барлық жолда барлық. V1 қосу V2 бөлінген 2. V1 қосу V2 бөлу 2 еді, не? Так, келесі сұрақ бізде. Бұл бізде 26-шы сұрақ, келесі 27-шы сұрақ дейді бізге, 27-шы сұрақ. Тұрақты көлемдегі газдың температурасы 27 градус Цельсий, қысымы 0,3 атмосфералық қысым болса, температурасын 17 градусқа дейін салқындатқандағы қысымы неге тең дейді бізге? Пропорция ма? Пропорция, бізде тұрақты көлемдегі дейді, газ температурасы 27 градус Цельсий. То есть, получается, бізде бұл 27-ші есеп, Т1 тең 27 градус Цельсий бізге. Бұл деген сөз 300 кельвин деген сөз, 300 кельвин, то есть айналдырамыз. Сосын, ал бұның қысымы дейді, то есть П1 тең дейді бізге қанша? 0,3 атм дейді. 0,3 атм. Нөліш атм. Сосын айтады, температурасын 17 градуске дейін салқындатқандағы қысымын сұрап тұр дейді. То есть басында ол 27 градус Цельсий болса, кейін ол 17 градус Цельсийге дейін салқындатқанда дейді. Так, енді 17 градус Цельсийге дейін салқындатқанда десе, получается 17 градус Цельсий болды деген сөз бұны. Осылай көрейік. Бұның, значит, температурасы қанша болады бізде? 290 болады, получается, 290 кельвин деген сөз. 17 градус Цельсий болған кездегі температурасы 290, ал 27 градус Цельсий болғанда 300 кельвин. Бізге сұрақ қойып осы P2-ні табыңыздар дейді. Бізде пропорция. Бұл пропорция бізде бұлай. P1 бөлінген T1 тең P2 бөлінген T2. Осы жерімізден P2-ні тап десе, P1 көбейтеміз T2, бөлеміз осыны T1-ге деген сөз. Тең болады. P1 деген бізде 0,3
Көбейтеміз. Т2 дейді. Т2 бізде 290. Бөлеміз осын Т1-ге. Т1 деген ол бізде 300. Ja? Так, бұл жерде былай ыңғайласақ болады. 0 мен 0-ді қысқартып жіберіп, 3 көбейтілген 29 десек болады. И бөлеміз осын 300-ге десем болады мен, Біз 3 пен 3-ді қысқартып жіберіп, 29 100-ге бөлсем 0-де 29 болады, 0-де 29. 0-де 29 ATM деп қарастырсақ болады екен. 29 100-ге бөлсек 0,29 ATM болады. Так, бұл бізде 0,29 деген ол бізде аш жауабында тұр екен. 290 деп берген, 0,29 деген сөз ол. То есть, есепті көрдік қоя, бастапқыдағы 27 градус ол 300 келген. Сосын 17 градусқа дейін, то есть 17 градусқа келгенде тоқтаған деген сөз ғой. Именно поэтому 17-ні өзін алдым. То есть, мысалы, 10 градустаған жоқпын, ойлауым 27, значит 17-ге кемітсе ол 10 қалу керек қой деген сияқты ой келеді. 290-283 деп алайық деген сияқты нәрсе болады. Жоқ, олай емес, бұл жерде ол 17 градусқа келіп тоқтаған, 17 градусқа дейін келген. Поэтому оны 17 градус дейміз, и оны айналдырамыз келгенге обязательно. 273 деген санды қосамыз, 290 болады. И 27 тоже 270 қостық, 300 болды. И ары қарай уже пропорция. P1-дің T1-ге қатынасы тең болады P2-ның P2-ге қатынасына. Бұл екі бір-біріне тура пропорционал болғандықтан, біз осындай сәйкестендіріп, сандарын сәйкестендіріп алсақ болады деген сөз екен. Қай процесс деп ойлайсың мынау? Көлем тұрақты болатын процесс. Қай процесс еді? Изохора. Көлем тұрақты болатын процесс ол бізде дұрыс айтасыздар, изохора. Изохора. Так, жазыңыздар. Қалай есептер түсінікті отыр ма? Иә. Motion нұсқа екен, Так, бұл жерде 0,29 деген бізде белгіледік, 0,290 деп келген. Ол білесіздер, ол бәрі бір сан бізде. Так. Олай болса, біз келесі сұраққа көшейік. Келесі. Так, келесі сұрақ бізде не еді? 28-ші сұрақ. Өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы 2 миллитесла дейді. Так, 28-ші сұрақ. B нолевой тең бізде 2 миллитесла еді. 2 көден оның мүйісі 3 дәрес тесла деген сөз, Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы дейді. В нейді. В не болды дейді. Енді бізде форма қандай еді? Мю тең B бөлінген B нолевой деген сөз, дұрыс па? Мю тең B бөлінген B нолевой, получается B-ді сұрап тұр бізде. Ол деген сөз мю көбейтілген B нолевой болады деген сөз, дұрыс па? Получается, мю бізде қанша еді? Мю бізде 8000 еді, значит, индукция, бастапқы индукция мәні 8000-ға артады деген сөз. 8000 есе артады. И болды ма? Болды. Осы ғана екен ғой. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы 8000 есе артады. Просто осы нәрсені сұрап тұр. Ары қарай есептеудің қажеті жоқ екен. Ары қарай есептеудің қажеті жоқ екен. Мю көбейтілген B нолевой болады деген сөз. Бұл бізде С жауабы. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ бізде 29-ші сұрақ не еді? Ауадағы сынап бу молекуланың концентрациясы берілген 3 көбейтілген оның 16 дәрежесі дейді. Концентрация берілген 3 көбейтілген оның 16 дәрежесі. Жақшан ішінде бізде М бар, 200 көбейту оның минус 3 дейді, то есть 2 көбейтілген оның минус 1 деген сөз ол. И NA бар бізде, 6 көбейтілген 10 23 дәрежесі. Осыларды пайдалана отырып, бізге нені тап дейді? Сынаптың массасын сұрайды. М неге тең? Сол жегізат мөлшерін теңестіреміз. М бөлінген үлкен М тең N бөлінген NA болады. Осы жерін М сұраған бізден. М табу үшін біз не істейміз? М-ді N-ге көбейтеміз и бөлеміз NA-ға деген сөз. Көрдік қой. Мына есепке орнына қойып есепті шығара салайын десек, бізде N жоқ.
Енді бірге тең деп те ала алмаймыз, өйткені не үшін бізде концентрация берілген. Ал бізде концентрацияның формасын N бөлінген V. еске түсіріп жүріп болады, ол n бөлінген V. Осы жерден n-ді табатын болсақ, екеуі көбейтіледі. Получается, m көбейтемін n көбейтілген V деймін, и бөлемін n-а деймін. n көбейтілген V-ны мен n деп аштым. Тең m деген ол бізде 2 көбейтілген 10-1 дәрежесі, көбейтеміз концентрация 3 көбейтілген 10-16 дәрежесі, көбейтеміз бөлем 1-ге тең. И бөлеміз осыны 6 көбейтілген 10-23 дәрежесіне. Тең болады. 2, 3, 6 жойылады. Үстінде 10-1, 10-16, 10-15 береді. Ал 10-23. 10-15-тен 10-23-ті азайтатын болсақ, бізде 8 ба? -8, 10-8. 10-8 дәрежесі килограмм шығады деген сөз екен. -1 плюс 16, 10-15-ті береді. Ана 23, 23-тен 15-ті азайтсақ, 8. Все, дұрыс. Байқап отқанымыздай, зат мөлшерінің екеуін теңестіретін формасы өте жиі кездесуде. Өте жиі кездесуде. Получается, бұл форманы уже на 100% білуіміз керек деген сөз. Кеттік. Такс. Бұл бізде екі зат мөлшерінің теңестірілуінен шыққан есеп екен. Так, 10-8 деген ол бізде V жауабында тұр. Одан 10-f жауабында тұр. И все. F-те не үшін тұр? Өйткені грамм, -3, -3, -5, -8 береді деген сөз. Келесі, соңғы есепке келдік. Соңғы есеп бізде бұл 30-шы есеп екен. Біздің алдыңғы сабақта өткен тақырыбымыз, кванттық физика деген тақырыпты өткен болатынбыз. Сол тақырыпта болғандар бар ма мына жақта? Мен болмаған. Сіз болмай Мұқтағай. Кванттық физика тақырыбында. Мен болмаған. Мен де болмаппын. Енді қараңыздар. Ол есепте былай етін. Толқын ұзындығы берілген бізде, лямбда берілген. 0,55 микрометр деген. 0,55 мкм. мкм де оның -6 дәрежесі деген. Жарық сәулесіне сәйкес келетін фотон энергиясы. Энергияны сұрап тұр бізде. Көрдік па? Жалпы фотон энергиясының негізі екі формасы бар. Айта кетейін, екі формасы бар. Бірінші формасы ол E тең H көбейтілген нью деген формасы бар. Бұл бірінші формасы H көбейтілген нью. Бірақ біз біліп тұрмыз, что мына есептің H ньюға қатысы жоқ екендігін. Біз не істейміз уже? E фотон тең дейміз, екінші формасын қараймыз. Ол бізде HC бөлінген лямбда. Получается, HC бөлінген лямбданы енді орнына апарып қоямыз. Енді екінші формаға қойған әрине ыңғайлы. H деген бізде жақшан ішіне беріп қойған, байқасыңдар, 6-63 дәрежесі -34 деген, ол тұрақты H деген, биіктікте ойлап қалмаңдар, ол тұрақты. Ал S деген кәдімгі жарық жылдамдығы, ол 3 көбейтілген 18 дәрежесі. И осы жерін бөліп тастаймыз лямбда. Лямбда бізде 0,55 көбейтілген 10-6 дәрежеде беріледі. Тең болады. Егер де дәл осы жерден біз 6-да 63-ке 3-ті көбейтіп 0,55 деген санға бөлетін болсақ, бізде 36 деген сан шығады екен. 36. Ал дәрежесі бізде қарап отырсақ, -6 үстіне +8-ге плюс қосылады, 14 болады. Адан айтамыз -20 джоуль деген сөз. То есть -34 плюс 14 -20 береді. 36 көбейтілген 10-ның -20 дәрежесі джоуль дейді. Получается, А жауабы дұрыс бізде, қалған В центі қате бізде. Д жауабы деп шатасуға болмайды. Не үшін? Өйткені ол 3-те 6 болса, ол керінше -19 болу керек болады. То есть мына жауап дұрыс болады. Ал анау -21 қай кезде -21 болады, егер де ол 360 болса, наоборот, Одан кейін барып 36 көбейтілген 10-ның так, все болды. Басқа бізде басқа жауаптар бізде жоқ екен. Жазып алыңыздар, бұл бізде соңғы есеп болатын. Есеп түсінікті ма? Жалпы кванттық физика деген тақырып осы екен. Осындай формалар бар еді біршама. Жалпы осындай формалар. Мамандық қаралып жатыр.
Кімдікі? Тіл. Так, жазып Айтпай алыңыздар, жазып алыңыздар. Басқа бізде не болған жоқ қой, Осы жолы 40 шат. Так, олай болса, примерно біз бәрін белгіледік. Ішінде ешқандай да қате жоқ болу қажет. Бәрін аккуратно шығардық, как положено. Есептердің бәрін көрсетілді, жауаптарын бәрін таптық, белгіледік. И шығардық. Кет, олай болса тестілеуді аяқтайық. 2 плюс 3 тең ол бізде 5. Ой, 6 қосу 1 тең 7. Так, да-да-да-дан деген момент қой мынау, Тыдын. Салдыр гүлдер. Ағай түсірсеңізші. Тыдын. Интригасы. Победа! Ура! 39 бола береді, қайта.